Hello, dear student. How are you? Page 104, Math Quill, Frequency Tables and Bar Charts, таблицалар және гистограммалар деген тақырып. Сәлеметсің бе, құрметті оқушы? 104-ші беттегі тапсырмаларды орындайтын боламын. Data total дегеніміз, data total is a total amount of information in a mathematical study. Бұл data total дегеніміз, жазып қойдым, ол математика сабағындағы ақпараттардың жалпы саны. Data деген ол дерек көздері, дерек көздер деген сөз, деректер деген сөз, дерек. Total деген ол общий деген сөз ғой. Общий жиынтығы деген сөз, деректер жиынтығы. Ол таблица болады, деректер жиынтығы деген. Келесі frequency. Frequency is how often something appears in mathematical data дейді. Бұл дегеніміз математикалық деректерден қанша шығатынын айтады дейді. Гистограмма, бұл frequency дегеніміз. Осы түсініктеме беріп тұр. Енді бізден сұрап тұр. What is the data total for class 1B's favorite sports дейді. Бұның таблицасы қайсысы дейді. Бұл favorite sport классының, бірінші B классының таблицасы қайсы дейді. Олар таблица бұл жерде парталар болып тұр, Оны жазып қойдым. I think data total is desks in the classroom. Парталар. They are 30. 30 парта. Келесі, what is the frequency of tennis дейді. Теннистің қанша дейді. Теннистің шешімі қанша дейді. Нешеу дейді. Frequency of tennis is 2. Екі теннис қанық бар екен бұл жерде. Енді келесі тапсырма, екінші тапсырма. Look at the picture in exercise 1. Again, what is the frequency of each sport? Copy and complete the table. Нешеу дейді бұл таблицада. Шешімдері нешеу дейді, шешімі. Football 9, cycling is 6, rollerblading is 4, basketball 6, tennis 2, swimming 3, total 30. Общий бізде 30. Осы екінші тапсырманың жауабы. Келесі үшінші тапсырма бізде. Үшінші тапсырмада гистограмма тұр. Сол гистограммадан қайсысы қате дейді. Мен жазып қойдым. Basketball is wrong. Баскетбол қызы қате. It is 6. Мына жерде баскетболды 7 деп жазып қойыпты. Бірақ ол 6. Енді X, Y қайсы горизонталь, қайсы вертикальный деп сұрап тұр. Бізде әрине X жолағы әрқашанда горизонталь болады, Y жолағы әрқашанда вертикаль болады. X is a horizontal line and Y is a vertical line деп жазып қойды. Y или Y деп айтсақ болады. Келесі төртінші тапсырмада өздерін жасандар. Use this ideas. Мына идеяны қолданып дейді. The beach, жағажайға баратын неше оқушы, демалыс күндері, холидейді. Тауға баратын 10 оқушы, a city, қалаға баратын 2 оқушы, visit family or friends, достарына барады, немесе отбасына барады. Олар неше 15 деп жазып қойдым. Осылай жасап келіндер де қойыпты. Frequency table и гистограмма дейді. Немесе таблица жасандар, немесе осындай гистограмма жасандар де қойыпты. Соны мен осылай жасап қойдым, сендер көрсін деп. Тағы да қосуға болады. Мысалы, жағажай емес, басқа осы төртеуін қосып, тағы да толықтырсандар болады, басқа жерлерге бару қалса. Мен осыны үлгі ретінде жасап қойдым. Осымен сабақ аяқталды. Қош сау болыңдар.